Сәлеметсіздер ме, қымбатты әріптестер? Кезекті виртуалды сабағымызды бастаймыз. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуы педагогтардың кәсіби іс-әрекетіне де өз ықпалын тигізді. Ғаламтор желісінен ақпараттарды алумен қатар, олардың желі арқылы ақпарат алмасу мүмкіндігі де ашылды. Бұл электрондық почта, форум, сайттар арқылы жүргізілуі мүмкін. Кәсіби қарым-қатынастың бір нысаны мұғалімдердің желілік қауымдастығы болып табылады. Сабағымызда осы жұмыс формасы туралы сөз етпекпіз. Мұғалімдердің желілік қауымдастығы немесе бірлестігі деп, олардың интернет арқылы қарым-қатынас жасау ұйымдастыру әдісін айтады. Бұл отандық немесе алыс жақын шетелдердің мұғалімдермен байланыс жасап, пікір алмасып, кәсіби біліктіліктерін жетілдіру тәрізді маңызды жұмыс атқаруға мүмкіндік береді. Желілік қауымдастық педагогтарға жаңа мүмкіндіктер ашады. Атап айтатын болсақ, ашық, тегін электрондық ресурстарды қолдану, өздігінен желілік оқу мазмұнын құру, ақпараттық тұжырымдамаларды, біліктерді игеру, қауымдастыққа қатысушылардың іс-әрекеттерін бақылау, тағы да басқа. Мұғалімдердің интернет желісіндегі кәсіби іс-әрекеті шартты түрде екі үлкен бағытқа бөлуге болады. Бұлар біріншісі оқушыларға бағытталған, яғни балалардың пәнге қызығушылығын арттыруға, ой-өрісін кеңейтіп, шығармашылыққа баулу тәрізді шараларда атқара алады. Мұғалімдерге бағытталған бөлігі біліктіліктерін арттыруға, пікірлесуге жағдай жасайды. Енді кәсіби желілік қауымдастыққа қатынасу нысандарын қарастырайық. Біріншісі форумдар. Осы форумдар арқылы консультациялар алып, немесе консультациялар беруге болады. Әртүрлі интернет конференциялар мен интернет семинарларға қатыса аламыз. Медиатекадағы, яғни сайттардағы кітапханалардың жадығаттарын талқылауға салуға болады. Келесі жұмыс түрі бұл сауалнамалар. Яғни сауалнамалар қатысу, немесе жалпылама ақпарат алу үшін сауалнамалар жүргізу. Келесі бір үлкен түрі бұлар блогинг деп аталады. Яғни мұғалім өзінің педагогикалық тақырыпқа арналған блогын аша алады, немесе осындай тақырыптағы блогтардың материалдарымен танысып, оларға өзінің пікірлерін білдіре алады. Келесі жұмыс формасының бір түрі бұл авторлық жадығаттарды жариялау. Яғни бұндай сайттарда өзінің іс тәжірибесінен авторлық жұмыстарын жариялай алады. Келесі педагогикалық шеберханалар. Бұл жерде бірнеше мұғалім бірлесе отырып сабақтар істей алады, немесе оқу модульдерін жабдықтай алады, коллекциялар әртүрлі жинақтай алады. Келесі шеберлік сыныптар мен қашықтық курстар. Мұғалім өзінің шеберлік сыныбын ұйымдастыра алады, немесе курсын, және өзге әріптестерді ұйымдастырған шеберлік сыныптар мен курстарға қатыса алады. Интернет жобалар. Бұл жерде мұғалім өзі интернет жобаға басшылық жасай алады, немесе жарияланған интернет жобаға қатыса алады. Интернет жобаларды жазуды біздер келесі виртуалды сабақтың тақырыбы ретінде алып отырмыз. Және тағы бір жұмыс формасының түрі бұл кәсіби байқаулар мен сайыстарға қатысу. Бұл байқаулар мен сайыстарға өзінің материалдарын ұсына алады, және осы қашықтық байқаулар мен сайыстардың материалдарына өзі сараптама жасай алады. Біздегі Қазақстан интернетінде мұғалімдердің кейбір интернет арқылы бірлестіктері ұйымдастырған, бірақ та мысалға келтіретіндей үлгі болатындай үлкен желілік шығармашылық бірлестікті мен таба алмадым. Дегенмен кең тараған ресейлік 1-2 порталдан қазір мысал келтіре кетейін. Бұл шығармашыл мұғалімдердің желісі деп аталатын сайт. Сайттың адресі көрсетілген. Бұл сайттың ерекшелігі.
Осы желіге қатысатын, желілік серіктестікке қатысатын мұғалімдердің материалдары мен ресурстарын қарап шығып және қолдана аласыздар. Осы портал арқылы әріптестеріңізбен қарым-қатынасқа түсуге болады. Порталдың басты ерекшеліктерінің бірі бұл ашық қоғамдық кәсіби сараптама жүйесі ұйымдастырылған. Яғни жарияланған әдістемелік әзірлемелерде желілік жобаға қатысушы мұғалімдер ашық сараптама жүргізе алады. Екінші, үлкен атқаратын функциялардың бірі атап өту болатын бұл қатысушылардың өз білімін жетілдіруіне қашықтан әдістемелік көмек көрсету. Бұл бағытта, яғни әртүрлі қауымдастықтар, шеберлік сыныптары, пән мұғалімдердің фестивальдері, әртүрлі кәсіби байқаулар, әдістемелік марафондар, тағы да басқа іс-шаралар жарияланып отырады. Порталда ұйымдастырылған кітапхананың жадығаттарымен танысып, осы жадығаттар туралы өзіңіздің пікіріңізді білдіре аласыз. Және жарияланған әртүрлі байқаулар, сайыстарға қатыса отырып, тегін түрде куәліктер, сертификаттар және дипломдар алуға болады. Келесі интернет проекттердің бірі бұл ресейлік открытый класс жобасы. Бұл жобаның да өзіндік ерекшелігі бар. Негізгі атқаратын міндеттері мектептердің ақпараттандыруын қолдау және мұғалімдердің кәсіби дамуына жағдайлар жасау, әртүрлі электрондық білімдік ресурстарды тарату, сонымен қатар әртүрлі әдістемелерді тәжірибеге енгізу және оларды жаппай қолдануға жағдайлар жасау және ақпараттандыру үрдісін әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталған. Егер интернет желісінде қарайтын болсаңдар, көптеген мұғалімдердің желілік қауымдастығын табуға болады. Олардың әрқайсының өзінің атқаратын функциялары, өздерінің ерекшеліктері бар. Олардың форумдарындағы пікірлермен, жадығаттармен танысуға, блогтар арқылы пікір алмасуға болады. Және қажетті консультацияларды ала аласыздар. Бұл орайда Педсовет SU порталын айта кету болады. Сосын Teacher.ru, яғни ағылшын тілі мұғалімдерінің қауымдастығы өте белсенді жұмыс істейді. Мұғалімдерге арналған кәсіби чат немесе информатика мұғалімдерінің қауымдастығын қарап шығуды ұсынар едім. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі осы циклдың соңғы сабағы интернет жобаларды жасауға бағытталады. Ал егер желілік қауымдастық құрам, кәсіби желілік қауымдастық құрам деген ойларыңыз болатын болса, пікірлеріңіз болатын болса, хабарласып, мына адреске пікірлеріңізді жіберуге болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.